Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Қалай сабақ мақсатына жеткендігім туралы сіздермен бөлісетін боламын. Сабағым 5-ші сынып Қазақстан тарихы пәнінен алтын адам археологиялық ескерткіштер тақырыбында ұйымдастырылды. Сабақтың мақсаты қазақстандық ғалымдардың археологиялық жаңалықтарын білу. Зерттеу сұрақтары бойынша Есік обасынан табылған алтын адамның кім екенін білу үшін иллюстрацияларды, құжаттар мен артефакттарды қолдану болды. Сабағымда негізінен интерпретация, дәлел мен маңыздылық концептілеріне басымдық бердім. Сабағымның құндылығы ретінде археология 2025 7 жылдық жоспары аясында төл тарихын білетін, бағалайтын, ұлттық жәдігерлерді мақтан ететін, санасына сіңірген ұрпақ тәрбиелеу. Сабақ барысында жеке, жұптық, топтық тапсырмалар арқылы оқушыларды оқуға тартуға жұмылдырдым. Алдымен оқушыларға сыни ойлау тапсырмасын беру арқылы тақырыпты анықтап, сабақ мақсаты мен күтілетін нәтижелерді нақтылаттым. Жаңа тақырыпқа қызығушылығын арттыру мақсатында видеоматериалдардан үзінді көрсеттім. Оқушылардың оқиғаны жан-жақты зерттеу дағдыларын қалыптастыру үшін сыныпты бүгінгі сабақтың кілт сөздеріне қатысты 4 топқа біріктірдім. Әр топқа зерттеу сұрақтарын ұсындым. Оқушылар топқа бірлесе отырып, өз таныстырымдарын дайындап, сынып оқушыларына түсіндірді. Көңілімнен шыққаны таныстырым жасау барысында әр топ өзіне берілген зерттеу сұрақтары бойынша өз қиялдарындағы суреттер арқылы қосымша материалдарды пайдаланып, зерттеу жұмысын сәтті қорғауы және өз ойларын тұжырымды жеткізуі болды. Жеке, жұптық тапсырмалар орындау барысында оқушыларда белсенділік байқалды. Сабақ соңында Padlet тақтасының көмегімен оқушылардан кері байланыс алынды. Кері байланыстың мазмұнында оқушылар тың мәліметтерді меңгергенін және де сабақтың қызықты өткенін жазып қалдырған. Арнайы дайындалған бағалау парағы бойынша оқушылар сабақ кезіндегі өз белсенділіктерін бағалау критерийлеріне сәйкес 10 балдық жүйемен бағалады. Сабағымыз өз мақсатына жетті. Назарларыңызға рахмет.